Қайырлы күн оқушылар, бүгін 9 сынып қайталанбайтын теңдеулер комбинаториканың негізгі формулалары тақырыбын өтетін боламыз. Есептерін шығарамыз. Ең бірінші формуланы жазып алайық. n элементтен тұратын жиынның k элементінен құралған ішкі жиындарды n элементтен алынған k-дан құралған қайталанбайтын терулер деп атайды. Белгіленуі s n k. n факториал бөлінген k факториал көбейтілген n минус k факториал. Енді екінші қасиеттері, 4 қасиеті бар. Біріншісі sk 0 болса қалай болады? 0 болса алынады n факториал бөлінген n факториал тең 1 болады. Екіншісін, үшіншісін, төртіншісін өздеріңіз қарап жазып алыңыздар. Қазіргі алдағы есептерде бұл қасиеттері бізге әлі қажет болады. Сонымен бірінші есебіміз s 5-тен 4. Формуламызды жазып қояйық ұмытпауымыз үшін. Ең біріншісі n факториалы, 5 факториалы бөлінген k-ның факториалы, 4 факториалы және n минус k. 5-тен 4 аламыз, 1 болады. 4 факториалы мен 4 факториалын қысқартамыз. Сосын 5-тің өзі ғана қалады, жауабы 5 болады. Факториалды уже түсініп алған шығарсыздар. Келесі s 5-тен 3, 5 факториалы бөлінген 3 факториалы, 5 минус 3, 3 пен 3 қысқарады, 4 пен 5 қалады. 4 пен 5-ті көбейтіп 2-ке бөлеміз, 10 шығады. Үшіншісі 6-дан 3, 6 факториал бөлінген 3 факториал, 6 минус 3, 3 пен 3-тер қысқарады, 4, 5, 6, 2 мен 3 қысқарады, 4-ті 5 көбейтеміз, 20 болады. Төртіншісі s 11-ден 9, 11-дің факториалы бөлінген 9 факториал, 11 минус 9, 9 факториал мен 9 факториал қысқарады, 10 мен 2 қысқарады, 5-ті 11-ге көбейтетін болсақ 55 болады. Тоқтатып, барлығын дұрыстап, қарап, дұрыстап, түсініп жазып алыңыздар. Мен мына жақта тек қана айтып отырмын, мына жерде барлығы дайын тұр. Келесі 5 қаламның екеуін және 3 карандаштың екеуін таңдау тәсілін санын табыңдар дейді. Бұдан бүйтіп жазамыз. S-тің 5-тен 2, S-тің 3-тен 2, 5-тен 2, 3-тен 2, астында барлығы үстінде таңдайтынымыз тұрау керек. 5 факториал бөлінген 2 факториал, 5 минус 2, 3 факториал, 2 факториал, 3 минус 2. Қысқартамыз 3 пен 3-ті, 4 пен 2-ні, 3 пен 2-ні, сонда мына жақтан 10 шығады, мына жақтан 3 шығады. 3-ті 10-ға көбейтетін болсақ, 30. Екінші есеп 10 раушан гүлдің 3-еуін және қалампырдың 4-еуін таңдау тәсілін санын табыңдар дейді. 10-нан 3-еу, 7-ден 4-еу. 10-нан 3-еу, 7-ден 4-еу, 10-ның факториалы, 3-ның факториалы, 10 минус 3. Мында 7-ның факториалы, 4-ның факториалы, 7 минус 4, 7 мен 7-лер қысқарады. Мына жақта тағы да 2 мен 3-ті, 8 мен 9-ға қысқартамыз. Мына жағында 4 мен 4-ті қысқартамыз. Қалған сандардың барлығын көбейтсек 4200 шығады. Келесі үшінші есеп 20 ер баланың екеуін және 21 қыз баланың екеуін таңдау тәсілін табыңдар. 20-дан 2, 21-ден 2 деп аламыз. 20 факториал бөлінген 2 факториал, 20 минус 2, 21 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 21 минус 2. 18 факториал мен 18 факториалдар қысқартамыз. Мына жақта 19 факториал мен 19 факториалдар қысқарады. Қалғандарын бір-біріне көбейтеміз. 20 мен 2 қысқарады, 10 болады, 20 мен 2, 10 болады. Енді барлығын бір-біріне көбейтсек, 39900 болады. Келесі есепке тепе-теңдікті дәлелдеңдер. Мұнда біз ең бірінші бір жақ теңдеудің оң жағын, содан кейін теңдеудің сол жағын шығарамыз. Екеуі бір-біріне шешімдері тең болады ма? Ең біріншісінде S-тің 8-ден 4 плюс S-тің 8-ден 3. Тура бағанағыдай есептейміз. Ең аяғында 70 пен 56 болады. 70 қосылған 56, 126 болады, бірінші жағы. Енді екінші оң жағын есептейік. S 9-дан 4. 9-дан факториал 5 пен 5-ті қысқартамыз. Ар жағында 6, 7, 8, 9 қалады. Бір-біріне қысқартып көбейтетін болсақ 126. Значит, теңдеудің екі жағы да бір-бірімен тең болады. Екіншісі S8-ден 4 плюс S8-ден 3 плюс S8-ден 9
факториалдың бәрін ашамыз, қысқартамыз. Мынау негізі ең біріншісінің алдыңғы екеуіңкі 70 пен 56 шыққан. Одан кейінгі 9-дан 5-ті есептесек, 126, 70 плюс 56 плюс 126 тең 252 болады. Енді келесі жағын есептейік. S 10-нан 5. Оның факториалы мен 10 факториал бөлінген 5 факториал көбейтілген 5 факториал. 5 факториалдар қысқарып кетеді. 6, 7, 8, 9, 10 қалады. Оны астындағылармен қысқартамыз. Оның жауабы 252 болады. Значит, екі жағы да бір-біріне тең. Ал бізде үшіншісі қызығырақ. Так, S-тің 6-дан 0 плюс S 6-дан 1 плюс S 6-дан 2 плюс көп нүкте және S 6-дан 6 тең 64 деп тұр. Көп нүкте бізде нені білдіреді? Ортасындағы ара қашықтық. Мысалға, ол түсіндіріп кетсек, мысалға S 6-дан 0 плюс S 6-дан 1 плюс S 6-дан 2 плюс S 6-дан 3 плюс S 6-дан 4 плюс S 6-дан 5 плюс S 6-дан 6 деген сөз. Ол тізбек қатармен жалғасып кете береді. 6-дан 6-да тоқтайды. Тең 64. Енді осыны шығаруымыз үшін ең бірінші біз S 6-дан 0 осылардың әрқайсын бөлек шығарсақ, мен әрқайсын бөлек жазып қойдым. Қарап, шығарып көрсеңіздер болады. Ең біріншісінде бізде 1 шықты. Біріншісінде 1 шықты, екіншісінде 6, келесісінде 15, 20, 15, 6, 1 шығады. Тексеру үшін біз барлығын бір-біріне қосып, орындарына қойып көруіміз керек. 1-1-ді 2, 12, 30, 20, тең 64. Яғни екі жақ бір-біріне тең болып тұр. Екі теңдеу бір-біріне тең. Осымен А деңгейінің есептері бітті. Келесі кездескенше.